Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы жаңа 6-шы сабақ дауысты және дауыссыз дыбыстармен танысатын боламыз. Олай болса, бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді оқы. Қане балалар, мен сендерге кішкене уақыт берейін, мәтінмен танысып шығамыз. Соқпақ. Әкесі мен баласы мектепке келе жатты. Қар әппақ. Бала анадай жердегі қалың қарға қарай жүрді. Жолдан шығып, қалың қарды бекер омбыладың ау, деді әкесі. Түстен кейін әкесі мектепке тағы келді. Қайтар жолда бала өзінің ізін іздеді. Ізі жоқ. Өйткені бала жүрген жолмен біраз адам жүріпті. Соқпақ жасалыпты. Олар да басқа жолдың лайсаң екенін аңғарған. Бұны байқаған әкесі баласына сүйсіне қарады. Мәтіннің авторы Жақсылық Кенжалиев. Олай болса балалар, мәтін не туралы айтылғанын айтайық. Мәтінді толық оқыдық па? Бала не істеді? Бала жүрген іздің басқаларға пайдасы тиді ме? Осы жайында баяндайықшы. Дұрыс айтасыңдар. Бала қалың қар жауған жермен жүрді, балалар. Неге? Өйткені лайсаң жолдарды байқады. Бала жүрген іздің басқаларға пайдасының тигенін көріп, әкесі баласына қуана қарады. Балалар, енді бұл жердегі мектеп, бала сөздеріндегі дауысты, дауыссыз дыбыстарды ажыратайықшы. Дұрыс айтасыңдар. Мектеп сөзінде 6 әріп, 2 дауысты және 4 дауыссыз дыбыс бар екен. Бала сөзінде 4 әріп және 2 дауысты, 2 дауыссыз дыбыстан тұрады екен. Қане балалар, сендерге смайликпен меңзеп тұрған дауысты дыбыстар мен дауыссыз дыбыстарды есте сақтайық. Қане барлығымыз дауыстап қайталап, жаттап алайық. А, ә, е, осылай барлығын қайталаймыз. Енді дауыссыз дыбыстарды Б, В, Г, Ғ, Д. Біз бұл дыбыстардың барлығын әліппе кітабынан өтті. Есімізден шығармаймыз деген ойдамын. Олай болса, екінші жаттығуға назар аударайық. Жаңылтпашты көркем жаз. Қар аппақ, дала аппақ, бәрі аппақ. Бұл жаңылтпашты көркем етіп дәптерімізге көшіреміз. Екінші жаттығуды орындап болсақ, үшінші жаттығуға қарайық. Сурет бойынша мәтін құра. Қане бәріміз суретке назар аударайықшы. Суретте қыс мезгілінің келгенін көріп тұрмыз. Балалардың аққала жасап, далада ойнап жүргенін көріп тұрмыз, балалар. Ендеше сендер де сурет бойынша мәтін құрап, қыз келді деген тақырыпқа өз ойларыңды айтыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар.